Баршаға сәлем. Менің арнама қош келдіңіздер. Бүгін біз сіздермен біргелікте осындай өте әдемі қарапайым бұйым тоқитын боламыз. Тоқылу жолы өте оңай. Менімен бірге соңына дейін болыңыздар және бірге тоқыңыздар. Ал бізге қажетті заттар: 4 түрлі түсті жіп, ілмекпіз, қайшы және кішкене синтепон қажет болады. Алғаш қара түсімізді аламыз. Жұмысшы жібімізді осылай сұқ саусағымызға орап шеңбер жасаймыз. Екі жіптің қиылысқан жерін қолыңызбен ұстайсыз да, сұқ саусақтан жібімізді осылай шығарамыз. Түйіскен жерін қолыңызбен ұстап тұрасыз. Және шеңбер пайда болды ғой. Шеңбердің ішінен жұмысшы жіпті іліп шығып, жоғарғы 3 бос шалмаламыз. 1, 2, 3. Енді осы шеңбердің ішінен бір шалмалы бағаншадан 9-ын тоқимын. Мынау бізде бір бағанша болып есептеледі. Сонда жалпы менде шеңбердің ішінде 10 бағанша пайда болу қажет. Бір шалмалы бағаншадан 9-ын тоқимыз. Ол үшін ілмек бізімізге жіпті ораймыз, шеңбердің ішінен жұмысшы жіпті шығарамыз. Бізде 3 жіп пайда болды. Соның алғашы 2-ін тоқисыңыз, сол 2-ін тоқисыз. Бір шалмалы бағаншадан біреуі дайын. Осылай шеңбердің ішінен 10 бағанша тоқимыз. Міне 10 бағаншағымды тоқыдым. Енді мұндағы жібіміздің ұшын ұстап осылай тартасыздар. Артық тұрған жіпті. Сонда бізде мына жерде тесік пайда болмайды. Мына тесік толық жабылады. Соң алғаш алған 3 бос шалмамыз бар ғой, соның 3-шісіне ілмек бізімізді кіргізіп, жұмысшы жіпті осылай шығарасыздар. 10-шы тоқыған бір шалмалы бағаншаменен осылай біріктіресіздер. Бізде бірінші қатарымыз осымен аяқталды. Қара түсімізді қырқып аламыз. Келесі ақ түсімізді аламыз. Бірінші қатарда тоқылған бағаншалардың қалағанының ортасынан ілмек бізіңізді кіргізесізді, жұмысшы жіпті шығарасыз. Және жоғарыға қарай 3 бос шалмаласыз. 1, 2, 3. Тура осы ілмектің тұсынан бір шалмалы бағаншадан және біреуін тоқимыз. Осылай әр бағаншаның ортасынан бір шалмалы бағаншадан 2-ін тоқисыздар. Біреу тура сол жерден екіншісін тоқимыз. Осы екінші қатарымыз аяқталғанға дейін қайталанады және екінші қатарымыздың соңында бізде 20 бағанша пайда болады. Міне екінші қатарым аяқталды. Ақ жібімді қидым. Енді алғаш алған 3 бос шалмамыздың 3-шісіне осылай біріктіреміз. Екінші қатарымыз аяқталды. Үшінші қатарда біз ашық көк түсті аламын. Екінші қатарда тоқыған бағаншамыздың қалаған бағаншаңыздың ортасынан ілмек бізіңізді кіргізіп, жұмысшы жіпті осылай шығарасыз. Мына ақ түсіңізден қалған жіпті осылай тоқылатын жіптің ортасына салсаңыздар,
солай. Тоқыма қандай бұйым тоқысаңыздар да осылай істеп кетсеңіздер, сонда тоқылған бұйымыңыз сөгілмейді. Мен осылай жасаймын. Жоғары қарай 3 бос шалма аламын. 1, 2, 3. Тура осы бағаншадан, бір шалмалы бағаншадан бір бағанша тоқимын. Келесі ілмектен, мына екі бағаншаның ортасынан бір шалмалы бағаншадан біреуін тоқимын. Келесі бағаншаның ортасынан бір шалмалы бағаншадан екеуін тоқимын. Келесі бағаншадан біреуін тоқимын. Не осылай бағаншамызды көбейтеміз. Яғни бір бағаншаның ортасынан бір шалмалы бағаншадан екеуін аласыз. Келесі бағаншаның ортасынан біреуін аласыз, бір бағанша. Осы қайталанады. Екеу, біреу, екеу, біреу. Осы қатар аяқталғанға дейін осылай тоқисыздар. Үшінші қатарымызды аяқтадық. Алғаш тоққан 3 бос шалмамыздың үшіншісінен жібімізді іліп біріктіреміз. Келесі қою көк түсімді аламын. Қалаған бағаншамның ортасынан жұмысшы жібімді шығарамын. Және жоғарыға қарай 3 бос шалма аламын. 1, 2, 3. Тура осы жерден бір шалмалы бағаншадан біреуін тоқимын. Келесі бағаншамыздың ортасынан бір шалмалы бағаншадан біреуін тоқисыздар. Жанындағы бағаншаның ортасынан бір шалмалы бағаншадан осылай біреуін тоқисыз. Соң келесі бағаншадан бір шалмалы бағаншадан осылай екеуін аламыз. Қайталанады. Бір шалмалы бағаншадан, келесі бағаншадан біреу, жанындағы бағаншадан бір бағанша, соң үшінші бағаншамыздың ортасынан екі бір шалмалы бағанша осылай тоқып көбейтеміз. Яғни әр екі бағаншадан кейін бір бағанша қосып отырасыздар. Осы қатар аяқталғанға дейін осыны қайталаймыз. Төртінші қатарымды аяқтадым. Үшінші бос шалманың үшіншісінен іліп, екеуін бірге осылай біріктіремін. Енді тура осындайдың екіншісін тоқисыздар. Мен тоқып алдым. Екеуін осылай біріктіреміз. Екеуінің теріс жағын бірі-біріне осылай қаратасыздар. Мына жұмысшы жібімізді арқа жағындағы тоқып алған екінші жартымызға кіргізіп, осылай жұмысшы жібімізді екеуін осылай бірінші біріктіріп аламыз. Соң жоғарыға бір бос шалма аламыз. Енді алдыңғы жағынан жоғарғы жағындағы ілмектен біреуін аласыздар. Арқа жағындағы ілмектен біреуін аласыздар. Ілмек безімізді қатар екеуіне кіргіземіз. Соң жұмысшы жіпті іліп осылай шығарамыз. Екі ілмек пайда болды. Осыны шалмасыз бағаншамен тоқимыз. Осыны осы қатар аяқталғанға дейін осылай қайталаймыз. Мінекей екеуін қосып біріктірдім. Кішкене жерін ашық қалдырып, ішіне синтефон салдым. Синтефон кішкене көптеу салам. Сол кезде томпайып әдемі шығады. Енді қалған жерін біріктіреміз.
Енді толықтай жаптық, біріктірдік. Енді ілмегін жасаймыз. Ілмегін өзіңізге қанша қалайсыздар, сонша жасайсыздар. Мен қазір сіздерге кішкене үлгі ретінде көрсетем. Маған осы жарайды. Яғни қажетті ілмекті теріп алғаннан соң, мынаның жанынан осылай оқисыздар. Енді жіптің артығын қиып, осылай екеуін біріктіреміз. Бізде сонда мынандай әдемі бүйін пайда болады. Көрдіңіздер ме? Енді артығын осылай ортасына тығасыздар. Бізде осындай көзіміз дайын болды. Өте әдемі. Қалсаңыздар осындай екеуін тоқып біріктірсеңіздер де болады. Менің арнама тіркеліңіздер. Келесі жаңадан шыққан видеоларды сол кезде жіберіп алмай көретін боласыңыздар.